Қазақстанда көптен күткен «Стоп ночь» фильмі көрерменге жол тартты. Туынды Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат Министрлігінің және Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілді. «Стоп ночь» қазіргі Қазақстан киносының мюзиклді кино жанр ретінде ойнатуға тырысқан салмақты талпынысы деуге болады. Сондай-ақ кинода студия тобының 17 әні шырқалады. Сюжет желісі арманы асқақ жас музыкант Бейбіттің айналасында өрбиді. Бейбіт өз мұраты мен әкесінің алдындағы жауапкершіліктің ортасында тепе-теңдікті табуға тырысады. Оқиға махаббат, достық, шығармашылықты баяндайды. Мен кастингке 2022-нің августында келгем осы фильмге. Кастинг директор Руша деген кісі мені қарап, одан кейін режиссерға ұсынып. Кастингте мен ұмытпасам бір ай немесе 2 ай өттім. Одан кейін мен бекітілдім. Біз 6-7 ай дайындықта болдық. Рөлім алматылық музыкант. Енді жалпы музыканттың рөлін сомдау мен үшін бір алыс мамандық емес. Өзім творчество болғаннан кейін, ән айтқаннан кейін осы студияда жүрдік, біраз дайындалдық, музыканттармен араластық. Әр музыканттан керегімді алып, үйреніп, бір Бейбіт деген персонаж шыққан. Бұл киноны түсіруге 2 жыл уақыт кеткен, музыкалық сахналары мінсіз шығу үшін мықты мамандар жұмылдырылып, 500-ден аса биші қатысқан. Киномюзикл «Стоп ночь» снимали более 2 лет. «Стоп ночь» мюзиклі бұл қазақстандық киноны дамытудағы жаңа қадам. 1958 жылы біздің сүйікті дәрігер фильмнен Шәкен Айманов бастап берген киномюзикл жанрының жалғасы. Кинокартинада студия тобының 17 әні шырқалады. Мюзиклде тыңдарманның сүйікті хитіне айналған «Стоп ночь», «Солдат любви», «Тик-так» сияқты басқа да әндер орындалады. Сондай-ақ көрерменге тосын сый ретінде топтың алғашқы альбомындағы «Алматы» әні қазақша шырқалады. Айта кетейік, туынды авторы кинокартинада шоу-бизнестің 2 жағын көрсетеді, ал басты кейіпкер Бейбіттің шырғалаңға тойлы өнер әлемінде қандай тосын сый күтіп тұр. Мұның барлығын білу үшін кинотеатрға шығыңыз. Аружан Бейсенбаева, Айдос Исаев, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.